Сәлем бәріңе, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен кинематика тарауының ең соңғы тақырыпшасына келіп қалыппыз. Яғни бүгін өтетін тақырыбымыз шеңбер бойымен қозғалыс. Соны қарастырамыз. Енді бұл тақырыпта алып бара жатқан ешқандай қиын нәрсе жоқ. Қазір түсіндіру барысында түсіне жатарсыңдар. Ендеше көп созбай бастайық. Кеттік. Енді бірінші айтылатын нәрсе бізде шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалыс. Ол дегеніміз дененің шеңбер бойымен өзара тең аралығында бірдей жол жүруі. Яғни қарапайым тілмен айтқанда шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалыс қой. Шеңберді айналып былай бір қалыпты қозғалыс қой. Мысалға, БК деген баламыз мына шеңберді бір қалыпты жүгірсе, бұл бізде шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалысқа жатады. Ал енді осы БК-ның жүгірген жолын тап десе, осы шеңбер бойымен жүгірген жолын тап десе, не істейміз? Әрине шеңбердің ұзындығын анықтау формуласына сала қоймаймыз ба? 2πr дейді. Мына жерге жазып қойдым. Оны геометриядан, яғни математикадан білетін шығарсыңдар. 2πr мен анықталады шеңбердің ұзындығы. Мына жерде π деп отқанымыз 3,14-ке тең, ал r деп отқанымыз мына шеңбердің радиусы, центрінен мына нүктесіне дейінгі арақашықтық бізде радиуспен белгіленеді. Ал 2r бізге нені береді? Әрине диаметрді бермей ме? 2r деп отқанымыз. Яғни диаметр мына радиустың екеуі ғой. Сонда мына 2r-ымыз диаметрді бергендіктен, мына 2 мен r көбейтіліп, диаметрді бергендіктен, мына жерде формуламыз π көбейтілген d деп жазылып тұр. Бұл түсінікті болу үшін деп мына жерге түсіндіріп сызып жатырмын. Ал енді алғашқы айтылған нәрсе түсінікті болса, ары қарай жылжайық. Кеттік. Келесі бізде тербеліс периоды мен жиілігі. Период деп отқанымыз дененің бір айналымға жасаған уақыты. Яғни жаңа БК деген баламыз мына шеңберді толық бір айналымға қанша уақыт құртады, соны анықтайды. Период деп отқанымыз. Оны анықтау үшін осы толық айналымға кеткен уақыт санын, толық айналымға кеткен уақытты бөлеміз айналым санына. Яғни мына уақыттың өлшем бірлігі бізде секунд. Секундты енді бөлеміз айналым санына. Айналым санының бізде өлшем бірлігі жоқ. Яғни ол сан ғой. Оны бүйтіп салып қояйын. Сәйкесінше периодтың өлшем бірлігі бізде секунд екен. Оны біліп жүреміз, Енді келесі жиілік. Жиілік деп отқанымыз жаңа периодқа кері шама. Яғни жаңағы периодқа кері шама болғандықтан бірлік уақытта жасайтын айналым санын анықтайды. Яғни 1 секундта ол қанша айналым жасайды, соны анықтайды. Формуласынан байқап отырған шығарсыңдар. Яғни айналым санын бөлеміз уақытқа. Ол 1 секундта қанша айналым жасайтынын табады. Оның өлшем бірлігі бізде герцпен белгіленеді, немесе секундтың -1 дәрежесі деп белгіленеді. Ал секундтың -1 деп отырғанымыз, -1 дәрежесі деп отырғанымыз 1 бөлінген секунд емес па? Оны математикадан білесіңдер, Осындай 3 өлшем бірлігі бар екен. Бұны есте сақтап жүріңдер. Ендеше кеттік, есеп шығарайық. Серіппеде жүк 9 секундта 180 тербеліс жасайды дейді. Тербеліс периоды мен жиілігі. Жаңағы формулаларды еске түсіреміз. Периодтың қандай формуласы бар еді? Уақытты бөлеміз тербеліс санға. Так, уақыт мына жерде бізде 9 секунд екен. Ал тербеліс саны бізде 180 екен. Енді мына жерде екеуі қысқарады. 1,20. 1-ді 20-ға бөлсек қанша болады? Так, 0,5 секунд болады ғой. Ал енді кеттік жиілік табайық. Жиілік деп отқанымыз мынаған кері шама, наоборот, керісінше болады формуласы. Яғни тербеліс санын уақытқа бөлеміз. 180-ді бөлеміз 9-ға. 180-9-ға бөлсек 20 герц болады. Яғымаса мынадай тағы бір формуласы бар еді ғой. 1 бөлінген т дейді. Яғни мынаған кері шама болғандықтан 1-ге бөле салсақ болады. Яғни 1-ді бөлеміз 0,05-ке. Бәрі 20 шығады ғой. Сендерге түсінікті болу үшін екі формуласына да салып көрсетіп жатырмын. Жалпы қай формуламен шығарсаң да сол мәнді аласыңдар деп айтқым келген ғой. Ондай жауап С вариантында тұр. Так, кеттік келесі есеп. 3 секунд ішінде маятник 6 тербеліс жасайды дейді. Тербеліс периодын тап деп жатыр. Периодтың қандай формуласы бар? Т бөлінген n. Яғни уақытты тербеліс санына бөлеміз. Мына жерде уақытымыз бізде 3 секунд. 3-ті бөлеміз, тербеліс саны 6 екен. Қысқарады. 2-ден 1 болады. 2-ден 1 бізде 0,5 секундты береді. Ондай жауап Д вариантында тұр екен.
Кеттік, келесі бізде бұрыштық жылдамдық. Бұрыштық жылдамдық дегеніміз бірлік уақытта радиус векторы қиып өткен бұрыштың радиан түріндегі шамасы. Яғни какой-то бір бұрышты қандай жылдамдықпен өтеді. Мысалға бір бұрыш береді, осы бұрышты қандай жылдамдықпен өтеді, соны анықтайды, аты айтып тұр ғой, бұрыштық жылдамдық деп. Енді оның анықталу формуласы бізде фи бөлінген т. Мына жерде фи деп отқанымыз бұрыш, жазып қояйын, бұрыш. Ал т деп отқанымыз өздерің білетіндей уақыт. Уақыт деп жазып қояйық. Так, бұрыш деп отқанымыз радиан, оның өлшем бірлігі. Яғни бұрыштың радиан түріндегі шамасы ғой. Так, уақыт секунд, өлшем бірлігі. Сонда не шығады бізде? Бұрыштық жылдамдықтың өлшем бірлігі шығады. Яғни радианды секундқа бөлсек, радиан бөлінген секунд болады. Радиан бөлінген секунд. Бұл бізде бұрыштық жылдамдықтың өлшем бірлігі. Бұны біліп жүреміз. Енді есепте мысалға 60 градус деп бір бұрышты беріп қояды. Бұл 60 градус апарып мына жерге тікелей қоймайсыңдар. Айтып тұрмын, радиан түріне келтіреміз бұрышты. 60 градустың радиан түрі бізде пи бөлінген 3. Осы радиан түріне айналдырып барып қоясыңдар, мына формулаға. Мен оны қайдан білдім? Пи бізде 180 градус қой. 180 градусты енді 3-ке бөлсеңдер, 180-ді 3-ке бөлсеңдер, қанша болады? 180 градусты 3-ке бөлсеңдер, 60 градус шығады. Сонда, мына бұрыштың радиан түрі бізде пи бөлінген 3. Осыдан біліп алдым. Пи бөлінген 3-ті апарып мына жерге смело қоя бересіңдер. Енді бұл бізде бұрыштық жылдамдықтың бірінші формуласы. Енді екінші формуласы бар екен. 2 пи бөлінген т. Яғни т деп отқанымыз бізде период. Периодқа кері шама бізде жиілік. Енді жиілік бізде мұнда периодымыз бөлінсе, жиілік көбейтіледі. Сонда сөйтіп түрлендіруге болады екен формуламыз. Бұлай ауысып кетеді. 2 пи көбейтілген нью. Яғни ол нью деп отқанымыз бізде жиілік. Енді түсінікті болса, осыған байланысты есеп шығарайық. Так, есепте былай дейді. 60 градус бұрышқа 2 секунд ішінде бұрылған дененің бұрыштық жылдамдығы. Жаңа айттым, бұрыштық жылдамдықтың формуласы фи бөлінген т. Яғни бұрышты уақытқа бөлеміз. Мына жерде 60 градус беріп қойыпты. Не істейміз? 60 градустың радиан түрінде шамасын табамыз. Яғни пи бөлінген 3 емес па? Ал нағыз білмесеңдер бүйтіңдер. Так, пи деп отқанымыз 180 градус, пропорция құрып жатырмық. Ал фиіміз 60 градус дейік. Мына жерде фи табамыз. Пи мен 60 градус көбейтіледі, қарама-қарсылар көбейтіледі. Пи көбейтілген 60 градус бөлеміз 180 градусқа. 180 градусқа. Қысқартамыз. 3 қалады астында. Сонда пи бөлінген 3 деп табылады екенбіз радиан түріндегі шамасын, 60 градустың. Енді радиан түріне келтіріп алып, мынаған апарып қоямыз. Фидің орнына апарып қоямыз. Сонда бұрыштық жылдамдығымыз тең пи бөлінген 3, мынаны қойып жатырмын. Так, уақытымыз 2 секундқа тең екен, яғни 2-ге бөлеміз. Сонда неше болады? Пи бөлінген 6 радиан бөлінген секунд болады. Яғни көбейтіліп кетеді, екеуі. Сонда ондай жауап міне В вариантында тұр екен. Егер мына бөлшектің қасиетін білмесеңдер, мынау көбейтіліп кетеді, болмаса үстіне былай көбейтіліп кететін жағдайлар болады, оны білмесеңдер, енді бұл математикалық білмесеңдер бүйтіңдер. 5-ші класстың баласы ұқсап бүйтіп жазыңдар. Пи бөлінген 3. Не істейміз? Негізгі сызық міне бөлу деп тұр ғой, пи бөлінген 3-ті бөліп жатырмыз 2-ге. 2 деп отқанымыз 2 бөлінген 1 ғой. Енді не істейміз? Пи бөлінген 3 көбейтуге айналып кетеді. Бірақ не істейміз? Орындарын ауыстырамыз, яғни бөліміміз алдына шығады, алымымыз бөліміне шығады. 1 алдына шықты, 2 бөліміне шығады. Көбейтеміз енді. Так, пиді 1 көбейтсек пи болады, 3 пен 2 көбейтсек 6 болады, сонда пи бөлінген 6 деп осылай шығаруға болады екен. Если білмесеңдер деп жатқаным ғой. Бұл В варианты болады. Енді кеттік, келесі есеп. 3,14 секунд ішінде бір айналым жасаған нүктенің шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалысындағы бұрыштық жылдамдығы дейді. Мына жерде 3,14 деп отқанымыз период, период 3,14 секунд. Мен оны қайдан білдім? Себебі қараңдар, период деп отқанымыз бір айналымға жасаған уақыт, бір айналымға міне мынадай уақыт құртқан екен. Сондықтан бұл бізде период. Ал нағыз бұның период екенін білмесеңдер бүйтіңдер. Кәдімгідей бүйтіп жазыңдар. Т тең болады 3,14 секунд деп. Себебі бұл бізде уақыт, осындай уақыт ішінде бір айналым жасайды екен. Яғни айналым санымыз 1-ге тең. Осы жерден период табыңдар, уақыттарын көп болса. Енді Т бөлінген N деп табылады, периодтың формуласы. Енді 3,14-ті бөлеміз 1-ге. Сонда 3,14 шығады деп осылай шығарып отырсаңдар, егер білмей жатсаңдар. Енді бізге не сұрап жатыр? Бұрыштық жылдамдық сұрап жатыр. Периодқа байланысты бұрыштық жылдамдықтың формуласы қандай еді? 2π бөлінген Т емес па?
Енді осыны апарып қоямыз орнына. 2 көбейтілген пи деп отқанымыз 3,14 бөлеміз. Периодымыз қаншаға тең? 3,14-ге тең ғой. 3,14. Екеу қысқарады. 2 радиан бөлінген секунд шығады. Ондай жауап бізде В вариантында тұр. Енді кеттік, келесі бізде сызықтық жылдамдық. Сызықтық жылдамдық деп отқанымыз бірлік уақытта шеңбер бойымен жүрген жол шамасы дейді. Яғни, мына жол аралығын, какой-то бір жолды қандай жылдамдықпен жүреді? Жаңа бұрышты анықтайды, бұрышты жүреді, бұрыштың жылдамдығын анықтайды. Яғни, бір бұрышта қандай жылдамдықпен жүрген, алдында бір жол шамасын қандай жылдамдықпен жүретінін анықтайды екен. Оның формуласы 2πr бөлінген Т. Немесе мына периодтың кері шамасы бізде жиілік болғандықтан формуламыз былай түрленеді. 2πr көбейтілген ню деп, яғни жиілік. Және мына жерде 2π ню дегеніміз нені береді? Бұрыштық жылдамдық бермей ме? Жаңағы мына бұрыштық жылдамдықтың 2π ню дейтін формуласы бар ғой. Осы 2π нюіміз нені береді? Бұрыштық жылдамдықты береді. Енді бұрыштық жылдамдықты r-ға көйтіп деп осылай түрлендіре береміз. Негізі барлығы бір формуланы түрлендіріп жатырмыз ғой. Осылай болады екен. Енді түсінікті болса, кеттік, есеп шығарайық. Так, радиусы 0,5 метр дейді. Және 10 герц жиілікпен қосылған дененің сызықтық жылдамдығы. Сызықтық жылдамдықтың жиілікке байланысты формуласы қалай еді? 2πr ню дейтін формуласы бар, мына жерде сызықтық жылдамдықты табамыз. 2 көбейтілген 3,14 көбейтілген r-ымыз 0,5 екен. Жиілігіміз 10 герц дейді. Не істейміз? Көбейтеміз. Не істейміз? Мына жерде екеуі қысқарып кетеді, яғни 2-ден 1 ғой. И үтір 10-ға көбейтіліп жатыр, үтіріміз 1-ге жылжиды, 1-ге. Сонда 31,4 метр бөлінген секунд болады. Ондай жауап А вариантында тұр. Кеттік, келесі. Жіпкеленген жүктің айналу периоды берілген. Айналу периоды 2 секунд дейді. Және жүк радиусы қанада сантиметрмен берді, не істейміз? Метр айналдырамыз. 0,4 метр болады ғой. Оның сызықтық жылдамдығы. Сызықтық жылдамдықтың периодқа байланысты формуласын еске түсіреміз. 2πr бөлінген Т дейді формуласын. В тең 2 көбейтілген 3,14, r-ымыз қаншаға тең? 0,14-ге тең екен. Бөлеміз нешеге? 2-ге. 2 мен 2 қысқарады. 2-ні көбейтсек бізде 1,3 метр бөлінген секунд болады. Ондай жауап С вариантында тұр. Келесі центрге тартқыш үдеу. Центрге тартқыш үдеу дегеніміз шеңбер бойымен қозғалатын дененің қозғалыс бағытын центрге қарай бұрып отыратын үдеу. Яғни, мына денеміз шеңбер бойымен қозғалса, оның үдеуі бізде всегда центрге қарай бағытталады екен. Міне, көріп тұрсаңдар, бүйтіп центрге қарай бағытталады. Бұл бізде үдеуіміз. Осылай центрге қарай бағытталады екен. Ал жылдамдығымыз мына жасалған шеңберге жанама бағытталады, Бұлай емес. Көбі шатасады осылай деп. Бұлай емес. Оның жылдамдығы всегда жанама бағытталады. Жасалған шеңберге жанама түрде бұлай бағытталады. Мысалға денеміз мына жерде тұрса да бұл бұлай бағытталады. Жанама түрде. Мына жерде болса да бұлай жанама түрде бағытталады. Түсінікті ғой. Және қолдарыңа суға толы шелекті алып бүйтіп айналдырсаңдар, мына білектерің ауырып кетеді, Неге? Себебі үдеуіміз всегда мына центрге бағытталады. Яғни айналдырып тұрған жерлеріне бағытталады, Сонымен қатар көлік, яғни машинада да көптеген детальдарда осы центрге байланысты айналатын жер сынады, Түсінікті ғой. Және оның центрге тартқыш үдеудің анықтайтын формуласы бізде v квадрат бөлінген r, яғни v деп отқанымыз жылдамдық. Ал екінші формуласы бар, ол бізде бұрыштық жылдамдық байланысты, яғни бұрыштық жылдамдық квадратын көбейтеміз радиусқа. Түсінікті ғой. Енді кеттік, есеп шығарайық. Шеңбердің радиусын 4 есе азайтып, сызықтық жылдамдығын 2 есе арттырса, онда оның центрге тартқыш үдеуін тап деп жатыр. Енді центрге тартқыш үдеудің формуласын жазайық. v квадрат бөлінген r деп. Бұл сызықтық жылдамдыққа байланысты, Енді не дейді? Шеңбердің радиусын 4 есе азайтып дейді. Яғни азайтып десе не істейміз? А тең болады. R-ді бөлеміз 4-ке. Бөлеміз 4-ке. Мынаны азайтып жатыр радиусын. Есе азайтып десе бөлеміз, Сызықтық жылдамдығын 2 есе арттырса, яғни 2-ге көбейтілген 2-ге арттырып жатырмыз. Не істейміз? Квадратталады, 4 болады. Көбейтілген v квадрат болады. R бөлінген 4 болады. 4-іміз алма шығып кетеді. Яғни 4-пен 4-ті өтсек 16 v квадрат бөлінген r. Яғни v квадрат r нені береді? Үдеуді береді. Сонда 16a болады ғой. Және алмаса бейтіндер. Алымнан сан шықса, бұл бізде
16 есе артады, яғни А жауабы болады. Егер мына 16-мыз бөлімнен шығып қалса, 16 есе кемейді болады. Бізде алымда шығып тұр, демек 16 есе артады. Түсінікті ғой, міне. 16 көйтіліп тұр бастапқы түрінен. 16 есе артып тұр бізде. Так, кеттік келесі есеп. Диаметрі 15 метр цирк аренасын мотоциклшы тұрақты жылдамдықпен 15 минут жүріп өтеді дейді. И мотоциклшының центрге тартқыш үдеуін сұрап жатыр. Енді қараңдар, сурет салып көрсетейін. Мынау мотоциклші болсын. И ол шеңбер жасап қозғалады екен, қараңдар. Былай. 15 минутта бастапқы орнына қайтып келеді. Мына шеңберді. Демек не түсінеміз? Бізде период 15 минутқа тең екен. Неге? Себебі ол толық бір айналым жасау үшін 15 минут құртты, иә? Минутты секундқа айналдырамыз. 15 минутты секундқа айналдыру үшін 60-қа көбейтеміз ғой. Себебі 1 минутта 60 секунд бар. Так, көбейтсек 900 болады. 900 секунд. Периодын тауып алдық. Енді бізге диаметр дейді. Қараңдар, диаметр дейтін қарама қарсы нүктені қоссақ, бізде диаметр береді, центр арқылы. Енді мына жерден біз радиусты аламыз. Яғни диаметрді 2-ге бөлсек, бізде радиус береді. 15-ті 2-ге бөлсек 7,5 болады. Мына жерде 7,5, мына жерде 7,5. Демек бізде радиус 7,5 деп біліп алады екенбіз. Бұл бізде 7,5 метр радиус табылды. Енді біз центрге тартқыш үдеу табамыз. Центрге тартқыш үдеудің периодқа қатысты формуласы. Бұрыштық жылдамдықпен шығарамыз, иә? омега квадрат көбейтілген r-ді. Енді мына бұрыштық жылдамдықты ашсақ, қасында период пайда болады ғой. Сол себептен мына екінші формуласын алып жатырмын. Түсінікті ғой. Яғни былай ғой. Бұрыштық жылдамдықтың формуласы 2π бөлінген t емес па? Міне период пайда болады. Осыны квадраттауды ұмытпаймыз, көрдіңіздер ғой, квадраты бар. Көбейтеміз r-ға. Осы формулаға қоя қоямыз, сонда есебіміз шыға қояды. А тең болады. Ақшаны ұмытпаймыз. 2 көбейтілген 3,14 бөлеміз 900-ге. Одан шыққан санды квадраттаймыз. Көбейтеміз. Радиусымыз бізде 7,5. Сонда бізде примерно мына В вариант шығу керек. Если калькулятормен есептесеңдер, 65 көбейтілген 10-ның минус 4 дәресі метр бөлінген секунд квадрат. Бұның бәрін есептеп, уақыт құртып жатпайын. Есептеп білесіңдер деген ойдам. Ендеше кеттік келесі есепке. Дене бір қалыпты шеңбер бойымен 2 секунд қозғалып 5 метр жол жүреді дейді. Айналым периоды 5 секунд болса, центрге тартқыш үдеу дейді. Қараңдар, уақыт беріп қойыпты 2 секунд дейді, 5 метр жол жүреді дейді. 5 метр жол жүреді дейді. Айналым периодын беріп қойыпты бізге 5 секунд дейді. Центрге тартқыш үдеуді сұрап жатыр тағы да. Центрге тартқыш үдеудің формасы қалай да? Бірінші формасы v квадрат бөлінген r. Енді мына жерден жылдамдықты аламыз. Жылдамдықтың негізгі формасы қалай да? S-ті бөлеміз t-ға. Бірінші сабақты еске түсіреміз, иә? S-ті t-ға бөлеміз. Енді S деп отқанымыз жол. 5 метр жол жүреді, 2 секундта. Бөлсек 2,5 болмай ма? 2,5 метр бөлінген секунд. Жылдамдығын тауып алдық. Енді радиус табу керек. Радиустың жылдамдықтың, сызықтық жылдамдықтың формасы арқылы шығарамыз. Қандай сызықтық жылдамдықтың мынадай формасы бар, иә? В тең болады 2πr бөлінген t дейтін. Осы формуладан радиус табамыз. R тең болады не істейді? Жылдамдықпен период көбейтіледі, 2π бөлінеді. Енді дәл осыған сандық мәндерін қоя қоямыз. Радиус тең бізде жылдамдығымыз 2,5, 2,5 көбейтілген период деп отқанымыз 5 секунд. Көбейтеміз 2-ге, бөлеміз 2-ге, көбейтеміз 3,14-ге. Енді мына жерден 6,28 болады. Мұны 12-де 5 болады. Примерно 2-ін бөлсек 2 болмай ма? Примерно жуықтағында 2 шығады, 2 метр. Бұл бізде радиус. Енді осы радиус белгілі болды, метр. Жылдамдық белгілі болды. Тек үдеудің формасына қою ғана қалды. А тең болады. В деп отқанымыз 2,15, 2,15-тің квадраты бізде қанша болады? 6,28 болады. Радиусымыз бізде 2-ге тең. Бөлсек примерно 3,14 шығады. 14 метр бөлінген секунд квадрат.
Ондай жауап бізде С вариантында тұр. Ал енді айтылған нәрсе түсінікті болса, бүгінгі сабақта айтылған тақырып түсінікті болса, баршаңызға рахмет, сау саламатта болыңыздар.